Өлкетану курсы бойынша Құлынжон қорықшасының флора, фаунасы жайлы қызықты мәліметтер тақырыбында сабақ ұйымдастырылды. 5-ші сынып бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбына ену үшін мен сендерге бірнеше жұмбақ жасырғым келеді. Бірінші жұмбақ: 4 аяқты тікен тоқыған тоны бар, қауіп десе домалап қорғанда қаламын. Жауабы кірпі екен, өте жақсы. Екіншісі: көкке ұшады, бұлттан қашады, қанаты бар, бірақ суға түседі. Тағы да кімде қандай ой бар? Қазы. Тағы да соңғы жауап. Қарға, бұлт, олардың барлығы қандай топқа жатады? Құс. Иә, құстарға жатады. Дұрыс жауап. Жапырағы жайқалып, жерге көлеңке жаяды, ұзақ жасар мықты болып, орманның сәнін сақтайды. Қараңдар. Бұл жарайды ағаш. Бірақ та бұл ағаштың ерекшелігі қысы жазы жапырағын шашпайды. Шаша және тағы да осы тектес топқа жататын тағы қандай өсімдікті білесіңдер? Қарағай ағашын білесіңдер. Сонымен біз балық жұмбақтардың шешімі қандай әлемді көрсетеді? Қандай әлемді? Я жануарлар және табиғат. Балар, табиғатта флора және фауна деген екі атау қолданылады. Бізді қоршаған әлемді табиғаттың барлығы флора және фаунадан тұрады. Флора дегеніміздің және фауна деген сөздің қазір біз анықтамасын береміз. Бірақ бүгінгі біздің сабағымыздың ерекше тақырыбы ол біздің елді мекенмен бірдей аталатын қорықша туралы. Өлкеміздегі сиреп бара жатқан өсімдіктер мен сиреп бара жатқан жануарларды қызыл кітапқа алып қорғауға алынған жерлерді сол жануарлар туралы сөз етеміз. Сол өсімдіктер туралы біраз мағлұмат жинақтаймыз. Не екен? Фауна дегеніміз не? Жануарлар әлемі. Дұрыс айтасыңдар, жануарлар әлемі. Некен ететін жануарлар. Қараңдаршы кесірткенің түрін. Ендігіде балалар кесірткеге тиісуге болмайды. Себебі ол біздің Құлынжон қорықшасының мекен етушісі. Ол қорықшада қорғалудағы жануар. Келесі флора дегеніміз балалар. Флора деген жануарлар туралы фауна болса, флора деген онда қай әлемді сипаттайды? Жануарлар, табиғи, балалар, осы Құлынжон қорықшасындағы флора және фаунасын сақтауға еңбек еткен, қазіргі таңда зейнетке шыққан, көп жылдары еңбегі сіңген Көкжота ауылының тұрғыны және орманшы мамандығын меңгерген Сүлейменов Дәурен ағай. Осы кісімен мен видео жасатып, 9-шы сыныптағы Ералы ол кісімен сұхбаттасып, видеоға түсіріп, сендерге біраз Құлынжон қорықшасының фаунасы туралы шағын әңгіме видео запись жасаған екен. Сол видео Сабақта оқушыларды топтастыру үшін жасанды интеллекттің көмегі қолданылды. Видео жазбада айтылған мәліметтерді оқушылар жинақтап, мұғалімнің дайындаған жұмыс парағына топтастыра білді. Яғни, жұмыс парағында инсерт әдісін пайдаланып, маңызды деп таныған ақпараттар жазылған болатын. Құлынжон қорықшасында Ертіс өзені және қандай көл? Зайсан көлі орналасқан. Мынау қандай гүл? Бұл флора әлеміне жатады балалар. Бірақ қандай гүл? Жай қарапайым тілде ириска деп айтамыз. Ириска гүлдері деп айтамыз. Осы Ертістің бойындағы Құлынжон қорығына енген ерекше өсімдіктердің бірі. Енді мына суреттегіні қараңдаршы, қандай өсімдік? Қарағай ағашы балалар. Қысы жазы мәңгілі өзінің жасыл түсін сақтап тұрады балалар. Осының ерекше түрі, ең қарапайым түрі біздің Құлынжон қорықшасы Сақалбай құмды жазығында ғана сақталып қалған екен. Қамбар деген жерге барып көрген шығарсыңдар, иә? Жоқ. Ұлдар әсіресе. Сақалбай жақ па? Иә,
Иә, сол жерде бір үй бар, одан кейін үлкен қора қопсықтар бар, көп малды ұстайды. Иә, міне сондай тұрақты жерде жаңағы міне мынандай суреттерді түсіріп әкелді. Мынау міне Сақалбай жазығы балалар, құмды жазығы. Атымтай деген жерде барып түсіріп, Сақалбайдың суретін сендерге. Сабақ барысында жұптасқан оқушылар ортадағы бір ұғымнан бірнеше идея таратып ой картасын жасады. Осылайша өзара ой бөлісті жұптар арасында. Осылайша жұптық, топтық жұмыстың нәтижесінде жұмыс парағында ұнаған, денсаулығына пайдалы болған, жүрекке жылу сыйлаған және есте қаларлық мәліметтер бойынша карта жасақталды. Менің зерттеуім бойынша бірнеше деректерді ашып көрдім. Мысалға, қарағай жаңғағының көптеген адамға деген ағзасына пайдалы өнімдер өте көп екен. Мысалы, Б, Е, С, А дәрумендері өте көп екен. Бұндай суықта біз өзімізді табиғи жолмен емдеуіміз керекпіз. Өйткені қыс келген кезінде көптеген адамдар вирустармен ауырып жатыр. Сабақтың соңында оқушылардан кері байланыс алынды. 3-2-1 стратегиясын қима қағазға жазбаша орындап тапсырды.